Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге қызық факт арнасы. Бүгінгі видеода Қазақстандағы құпияға толы тылсым жерлер туралы айтатын боламыз. Өмірде тілмен айтып жеткізе алмайтын, ақылға сыймайтын мистикалық оқиғалар болып тұрады. Табиғат тылсымы қашанда жұмбақ. Қазақстанда тылсымға толы, аңызға арқау болған жерлер сіз ойлағаннан да көп. Бірі ел аузындағы аңыз арқылы танылса, енді бірі адам көзі көрген нақты оқиғалардан белгілі. Видеомызды бастамас бұрын, осындай қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосыңыз. Өлікөл. Талдықорғанда орналасқан бұл кішігірім көлдің суы қысы-жазы мұздай суық болып тұрады. Қазақстандағы басқа су қоймаларынан сонысымен ерекшеленеді. Көлде балық жоқ, тіпті балдырлар да өспейді. Су жәндіктері мекендемейді. Су түбінен бөлінген улы газ барлық тірі ағзаны қырып жіберетін көрінеді. Оның басты құпиясы суда жүзу. Су астына сүңгу мүмкін емес. Тіпті газ баллонымен суға түскен адам да су астында 5 минуттан артық тұра алмай, белгісіз себеппен түн шығады. Одан қалса, судан шығу үшін де бірнеше адамның көмегі қажет болады. Жыл сайын адамдар көлге батып кетіп жатады. Олардың көбі туристер. Жергілікті тұрғындар бұл жерге жолай бермейді. Суға батып кеткендердің денесі су бетіне қалқып шықпай, көл түбінде тікесінен тік тұрып қалады екен. Калачи ауылындағы ұйқы дерті. 2015 жылы Қазақстанның Калачи ауылының тұрғындары жұмбақ жағдайда ұйықтап қала берген. Оларды ауыл тұрғындары да, арнайы келген дәрігерлер де оята алмаған. Ең қызығы, ұйықтап оянған адамдардың көпшілігі есте сақтау қабілетінің жоғалуы, шаршау және галлюцинациядан зардап шеккен. Ғалымдар оқиғаның нақты себебін анықтай алмағандықтан, үкімет тұрғындарды басқа жерге көшірген. Бір теория бойынша халық радиациядан уланған. Ауылдан алыс емес жерде уран кеніші бар. Бірақ тұрғындардың қан анализінде радиацияның ізі болмаған соң, ондай болжам жоққа шығарылды. Бір қызығы, кенішке жақын болғанымен, көрші ауыл тұрғындарына ештеңе де болмаған. Ғалымдардың бірі ауылдағы ұйқы ауруының себебін өзеннен алып ішетін сумен байланыстыруда. Су Кеңес одағы кезінде уран кенішінен тасталған уран қалдықтарынан уланған болуы мүмкін. Себебі ол уақытта уран қалдықтары бөшкелерде жерге көмілген. Уақыт өте келе темір шіріп, уран қалдығы жер асты суларын ластаған. Кейбір ғалымдар ұйқы дерті ауадағы оттегі мөлшерінің аздығынан деген қорытындыға келген. Аққұм қалқан, Әнші тау, Алтын Емел саябағында орналасқан құмды төбе. Ұзындығы 3 шақырымға, биіктігі 200 метрге жететін Әнші тау Қазақстандағы мистикалық жерлердің үздік үштігіне кіреді. Оның себебі де жоқ емес. Әнші таудан шығатын дыбыс бірнеше шақырымға дейін естіледі. Бұл дыбыс гүріл тәріздес, әрі жердегі тербелісті тудырады. Сонымен қоса, ауа райына байланысты өзгеріп отырады. Жел соққан кезде Әнші таудан жылаған дауыс естіледі. Жергілікті тұрғындар арасында таралған аңыз бойынша, дәл осы жерде атақты Шыңғыс ханның денесінің қалдығы жатыр. Ал басқа аңыздарға сүйенсек, бұл жерде шайтанның өзі Құдайдың қаһарынан қорқып жасырынып қалған. Ал сіздің бұл Әнші тауға барып көргіңіз келеді ме? Комментарийге жазыңыз. Барса келмес. Барса келмес Арал теңізінің солтүстік бөлігіндегі түбек. Қызылорда облысының Арал ауданында орналасқан. Теңіз суы тартылғанға дейін ұзындығы 28 километр арал болған. Атауының өзі текке бұлай аталмаған. Барса келмес туралы аңыздар өте көп. Соның бірі бұл жерде уақыттың тез өтетіні туралы. Аралды зерттеуге барған топ барса келместе тұманның ішінде адасып 3 күн жүрген. Тұманнан шыққасын өздерінің 3 ай жоғалып кеткенін естіп,
таң қалған. Аномальды құбылыстарды зерттеушілер барсакелмес аралы қуатты геоактивті аймақтың ықпалында деп есептейді. Осыған байланысты барлық аномальды құбылыстар, атап айтқанда, уақыт өзгерісі орын алады. Ал кейбір ғалымдар барсакелместе бір кездері құпия зерттеулер жүргізілген арнайы сынақ аралы болған деп есептейді. Тағы бір аңыздар бойынша 1950-1960 жылдары аралда Әбдіразақ есімді кісі тіршілік еткен. Оны ол жерге туыстары апарып тастаған көрінеді. Әбдіразақ бірнеше рет ұшатын тәрелкеге ұқсайтын белгісіз нысандарды байқаған. Көккөл мен Шайтанкөл. Жамбыл облысында орналасқан Көккөлге ешқандай өзен құймайды. Соның өзінде көлдің суы үнемі жаңарып тап-таза болып тұрады. Гидрологтар су асты үңгірлері болуы мүмкін деп те болжайды. Алайда көлді толығымен зерттеуге мүмкіндік мүлдем жоқ. Себебі Көккөлдің кейбір жерлері түпсіз терең. Кейде өздігінен иірімдер пайда болады. Олар су бетінде жүзіп жүрген майда заттарды өзіне тартып алады екен. Аңызға сенсек, бұл көлде су айдаһары өмір сүреді. Ең қызығы, дәл осы су жануарын өлкетанушы Печерский өз көзімен көргенін айтқан. Оның ұзындығы 15 метрге жететін жылан іспеттес екенін, құбыжықтың көлде қонатын, көлден су ішетін жануарлармен қоректенетінін жеткізген. Шайтанкөл Қарқаралы таулары маңында орналасқан. Көлдің өзі кішігірім, ұзындығы бар жоғы 60 метр, ал ені 40 метрге жуық. Бұл көлге саяхат жасағандардың көпшілігі түсініксіз жайттарды бастан өткергенін айтады. Неше түрлі мистикалық аңыздарға бола, туристер осы өңірге үлкен қызығушылықпен келеді. Аңыз бойынша Шайтанкөлде бір-бірін сүйген, алайда қосыла алмай арманда кеткен екі ғашық суға батып өлген. Үңгіртас. Ұзынағаш ауылынан батысқа қарай 34 шақырымдай жерде Қастек өзенінің жағалауында орналасқан бұл аймақ жер кіндігі деген атауымен халық арасында белгілі. Қасиетті, шипалы жер саналатын үңгіртас түрлі ауру сырқауды емдеуге, тілектердің орындалуына әсер етеді деген сыбыс бар. Аңыз бойынша бұл шатқалда әйгілі мұсылман ғұламасы исламдағы сопылық бағыттың негізін қалаушы Қожа Ахмет Яссауи өзінің ғұмырын өткізген. Мұнда биоэнергетикамен айналысатын адамдар да, жерден қуат алуға құлшынған туристер де әлемнің түкпір-түкпірінен ағылып келеді. Адамдардың көпшілігі бас ауруынан, бел омыртқа дертінен, көз тиюден емделу үшін үңгіртастың әртүрлі тастарына барып, өз ағзаларын тазартады. Әр тас өзінше бөлек қызмет атқарады. Тіпті қарғысты қайтаратын тас бар екен. Үңгіртасқа келушілердің көбі дін ұстанған, Құдай жолына құлай берілген адамдар. Алайда бір қызығы олардың қандай дін ұстанатыны маңызды емес. Әйтеуір білетін дұғаларыңды оқып, шын ниетпен тілек тілесең болғаны. Ал сіздің ойыңызша бұл мәліметтер қаншалықты рас? Үстірт шоқысы Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан бұл тылсым жердің аумағы 200 000 шақырым. Бұл жер әлемдегі зерттелмеген тылсым аумақтар қатарына кіреді. Үстірттің құпиясы түсініксіз тастан жасалған оқтар. Әрқайсысының биіктігі 800-900 метр болып келеді. Оқтың барлығы солтүстік шығысқа бағытталған. Осы оқтар орналасқан жерге жақын аумақта жануарлардың тастан жасалған мүсіндері табылған. Олар да солтүстік шығысқа қаратылған. Бұл кешенді көпшілігі ғарыш айлағы деп есептейді. Мұнда күндіз түні түрлі аспан денелерін байқауға болады. Сонымен қатар, үстіртке келушілердің біразы сағымға тап болғандықтарын айтқан. Егер сізге бұл видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.